Сәлем достар, суреттегідей көйлектің, яғни оңай ғана крестьянка көйлегінің тігілу жолын көрсетейін. Ол үшін ұзындығы 100 см, ені 80 см болатын маған 2-4 бұрышты керек, және ұзындығы 45 см, ені 55 см болатын тағы да екінші 4 бұрыш керек. Қолтық ойындымыздың ұзындығы 25 см, ені 7 см болатын ойынды. Дәл осы ойындыны бұлжытпай көйлектің негізінде де жеңінде де түсіреміз. Мен мынандай жеңіл простой ғана материал алдым. Ені 80 см, ұзындығы 100 см ғып аламын да, ұзындық жағынан тағы бір бүктеп көйлектің алдында артында түсіріп аламын. Қолтық ойындығымызды жаңағы ескестегідей ені 7 см, ұзындығы 25 см қылып овальный етіп кесіп аламын. Дәл осы ойындымызды көйлектің жеңінде де түсіреміз. Көйлек жеңімізді де екіге қайырып алып түсіреміз. Жеңіміздің ұзындығы 45 см, ені 55 см тұғын. Дәл сол төртбұрыштыны нақтылап кесіп аламыз. Бірден екі жеңді де пішіп алыңыздар. Достар, сіздер қалаған әдемі материалыңызға пішіп тіге беріңіздер, өйткені бұл кез келген материалдан әдемі шығатын көйлек. Мен сіздерге тек қана тігілу жолын көрсетіп жатырмын. Осы 2-4 бұрыштымды қақ ортасынан енді екіге қайырып аламын, өйткені бұл екі жеңімнің пішімі. Міне. Так, жаңағы көйлектің негізінде түскен қолтық ойындымды енді жеңінде ойып аламын. Бағана ескіздер көрсетілген суретті сіздер скриншоттап алсаңыздар болады. Енді барлық көйлектің тігістерін тігіп аламын. Бірден оверлокқа салып тіксеңіз де болады. Көйлектің негіздерін біріктіріп алғаннан кейін енді жеңді, яғни қолтық ойындымызды көйлектің негізі мен жеңіне біріктіріп аламыз. Енді бізде мойында резинка болады. Мойын ішке қарап, резинкамыздың өлшеміне қарай қайырып тігеміз. Мен бір ғана жалпақ резинка тігемін, сол үшін бір рет қана қайырып тігемін. Егер жіңішке резинкадан 2-3 тігетін болсаңыз, 2-3 жолақ жүргізіп тігесіз. Жеңін етегін қайырып тігуді ұмытпаңыз. Мінекей көйлегіміз дайын. Кез келген материалға тігіп алып, простой, элегантный көйлек қылып кисеңіз болады.